Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте қамыры жұқа, дәмі де өте керемет, жабыспайтын мантыларды жасап үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз қамырымыздың суын дайындап аламыз. Сол үшін суға тұз салып, бір жұмыртқа салып, 2 қасық сұйық май салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала өлшеп алып, ішіне сұйықтығымызды біртіндеп құямыз. Қамырымызды міндетті түрде миксермен емес, қолмен де илеуге болады. 5-10 минут жақсылап миксерлейміз. Болмаса қолмен илеп шығамыз. Міне қамырымыз осындай болды. Жақсылап тағы 1-2 мәрте қайтарып жібереміз. Қамырымызды 20 минутқа демалдырып пакетке салып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды 2 бөлікке бөліп, тағы да 2 дөңгелек қылып пакетке 20 минутке демалдырып салып қоямыз. Қамырымыз демалып болам дегенше біз фаршты дайындаймыз. Мантының етіне қолмен туралған ет, болмаса мясорубканың үлкен көзінен өткізілген ет жарайды. Мен мұндай етпен құйрық майды мясорубканың үлкен көзінен өткіздім. Ішіне пиязымызды, қалауынша картоп немесе асқабағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышты қосуды ұмытпаймыз. Міне біздің фаршымыз дайын. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жаю үшін ең алдымен қолмен осылай басып, үлкейтіп аламыз. Шет-шетіне салмақты көбірек саламыз, ортасын баспауға тырысамыз. Қамырды жайған кезде де шет-шетін ғана басып жаямыз, ортасына қарай баспаймыз. Қамырымызды қатты баспауға тырысамыз. Осылай қамырымызды үлкейгенше жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін қамырды кесуге кірісеміз. Осылай қолымызды қойып, бірдей өлшемде етіп кесуге тырысамыз. Қамырымызды қойып, арасына фаршты дайындап салып аламыз. Майлап қойған мантаваркамызға мантымызды салып, беттен майлап шығамыз. Суымызды алдын ала қайнатып қоямыз, мантаваркамызды қойып, 35-40 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің мантымыз дайын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Маржан. Ас болсын.